Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Спартактың көтерілісі ежелгі Римдегі құлдықты қалай сипаттайды? Оқу мақсаттары: ежелгі дүниедегі құлдықтың ерекшеліктерін анықтау, ежелгі Римдегі Спартак көтерілісін сипаттау, себептерін анықтау. Балалар, ежелгі Римнің саяси қайраткері Цицерон Марк Туллий құлдық ең ауыр бақытсыздық деген еді. Қалай ойлайсыңдар? Не себепті ол былай деді? Ең алдымен мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Құлдар дегеніміз кімдер? Рим қоғамында құлдардың жағдайы қандай болды? Олардың құқықтары болды ма? Дұрыс айтасың. Құлдар соғыс тұтқындары еді. Балалар, енді мына суретке назар аударайық. Бұл суреттерде құлдардың атқаратын жұмыстары көрсетілген. Рим құқығы бойынша құл объект, зат болып есептелді. Олар жануарлар атқаратын аса ауыр жұмыстарды атқарды. Ауыл шаруашылығында жұмыс істеді. Кемелерде ескек кесті. Аса күшті құлдарды арнайы мектеп түрмелерінде гладиаторларға дайындады. Гладиаторлар амфитеатрларда халық алдында өнер көрсетті. Ал білімді құлдар ұстаз, архитектор, актер, қолөнершілер болды. Римнің аса ауқатты азаматтары шаруаның немесе құлдың еңбегін пайдалана алатын. Шаруаларға еңбек үшін жалақы төленетін, ал құлдарды 400-500 күміс теңгеге сатып алатын еді. Мұндай ақша түрі динарийлер деп аталды. Қалай ойлайсың? Жер иеленушіге кім қымбатқа түседі? Шаруа ма, әлде құл ма? Рим қоғамындағы құлдардың жағдайын айтқанда, аса күшті құлдарды арнайы мектеп түрмелерінде гладиаторларға дайындады деген болатынмын. Енді осы жаңа сөзге тоқталып өтейік. Гладиатор семсерші немесе семсер деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Римде аренада басқа бір адаммен немесе аңмен жекпе-жекте алысатын құл немесе соғыс тұтқыны. Олар амфитеатр ареналарында өнер көрсетті. Арена құм деген мағынаны білдіреді. Көне Рим амфитеатрының аренасында көпшілікке арнап гладиаторлар соғысы, ат жарысы мен әртүрлі спорттық ойындар көрсетіліп отыратын. Енді осы гладиаторлардың көтерілісі туралы білгің келе ме? Ендеше мұқият тыңда. Біздің заманымыздан бұрынғы 74-ші жылы Римнің Капуя қаласындағы түрме мектептен 200 құл қашып шығуды жоспарлайды. Алайда күзетшілер бұл жоспарды біліп қояды. Сондықтан 78 гладиатор ғана қару-жарақ ретінде ас үй құралдарын қолданып қашып шығады. Гладиаторлар Везувий тауына жасырынады. Рим тарихшысы Луций Анна Флор олардың бұл жерде соғысқа әзірленіп, шыбықтар мен мал терісінен қару-жарақтар жасағандарын айтты. Ал біздің заманымыздан бұрынғы 73 жылдың басында Рим преторы Гай Клавдий Глабр гладиаторларды тұтқынға берілуге мәжбүрлеу үшін таудың шыңынан түсетін жолды жауып тастайды. Құлдар қиын жағдайға ұшырады. Дегенмен гладиаторлар шығатын жол табады. Жүзім сабағынан арқандар жасап, сол арқандар арқылы күзетілмейтін жақтан таудың етегіне түседі. Көтерілісшілер тұтқиылдан шабуыл жасап, римдіктерді жеңеді. Бұл римдіктер үшін ең масқаралық жеңіліс болды. Осылайша Спартак басқарған гладиатор құлдардың көтерілісі басталды. Көтерілісті Спартакпен бірге серігі Крикс басқарды. Енді мына картаға назар аударайық. Бұл картада арнайы белгіменен көрсетілген Капуя қаласы, яғни гладиаторлардың қашып шыққан қаласы және Везувий тауы. Бұл жерде олардың жасырынып және Рим әскерін талқандағанын білдіңдер. Енді мына бағыттағыштарға назар аударыңдар. Біздің заманымыздан бұрынғы 72-ші жылы көтеріліс Италияның оңтүстік аймақтарын, ал кейін бүкіл елді қамтыды.
Спартак құлдарды Италиядан шығарғысы келді, ал Крикс Римге қарсы күресті жалғастыруды ұйғарды. Бұл уақытта көтерілісшілердің саны 70 мыңға жеткен еді. Екі серіктің арасында араздық туады. Сол себепті гладиаторлардың әскері екіге бөлшектенеді. Крикс басқарған 30 мыңдық әскер Римге бағытталады. Алайда римдіктермен болған шайқаста көтерілісшілер талқандалып, Крикстің өзі өлтіріледі. Келесі мына картадан Спартактың бастауымен көтерілісшілердің Альпі тауларына қарай бағытталғанын көресіздер. Олар бар күшін жинап, Рим әскеріне тойтарыс береді. Осы жеңістен кейін Италияның түрлі аймақтарынан құлдар, кедейленген шаруалар Спартак төңірегіне жиналады. Бұдан әрі көтерілісшілер оңтүстік Италия арқылы Сицилия аралына өтуді көздейді және теңіз қарақшылармен келісім жасасады. Бұл келісім бойынша теңіз қарақшылары өз кемелерімен көтерілісшілерді Сицилия аралына жеткізу керек еді. Бірақ олар келісілген уақытта келмей қалады. Рим сенаты Спартакқа қарсы Марк Лициний Крас басқарған әскерді жібереді. Крас әскері Сицилияға өтпек болған көтерілісшілерді қоршауға алады. Кескілескен ұрыстан соң екі жақтан көптеген адам шығыны болады. Алайда Спартак қалған әскермен Брундизия жеріне қарай өтеді. Оған қарсы Помпей Гнейдің әскері жіберіледі. Біздің заманымыздан бұрынғы 71 жылы Брундизия жеріндегі Апулия өзенінің бойында шешуші шайқас болады. Спартак жараланғанына қарамастан, соңғы демі қалғанша шайқасқан көтерілісшілермен бірге қаза табады. Құлдардың қозғалысы аяусыз басып жанышталды. Крас Капуядан Римге баратын 230 шақырымдық жолдың бойында ара қашықтығы 9 метр болатын кресттерге 6000 құлды керіп, шынжырлап қойған. Бұл құлдардың римдіктерге қарсы шықпауын еске салып тұратын бірден-бір көрініс ретінде болды. Балалар, 5 саусақ әдісі бойынша қорытынды сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, кім сұрағы бойынша Капуядағы түрме мектептен қашуды кім жоспарлады? Екінші, не сұрағына гладиаторлардың мақсаты не еді? Үшінші, қашан сұрағы бойынша Спартак бастаған көтеріліс қай жылдар аралығында болды? Төртінші, қайда сұрағы бойынша біздің заманымыздан бұрынғы 72 жылы көтерілісшілер қайда бағытталды? Және соңғы сұрақ, неліктен? Гладиаторлардың көтерілісі неліктен жеңіліске ұшырады? Үйге тапсырма. Бірінші, кестені толтыру, яғни кестенің бос көздеріне өз жауаптарыңызды жазасыздар. Көтеріліс мерзімі, басшылары, көтеріліс алғышарттары мен себептері, барысы, жеңілу себептері және тарихи маңызы. Екінші, ежелгі Римдегі құлдықтың ерекшелігі. Спартак көтерілісі ежелгі Римдегі құлдықты қалай сипаттайды деген жаттығу құралымен жұмыс жасайсыздар. Сілтемесі екінші слайдта берілген. Жаттығу құралы ойын түрінде. Яғни сіз гладиатор ретінде кедергілерден өтесіз. Әрбір кедергіден өту үшін Рим тарихынан сұрақтарға жауап бересіз. Осылайша жеңіске жетуге мүмкіндік аласыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.